егер де ангар склад салатын болсаңыз, мына 3 қағиданы сақтап алыңыз. Мен Мейір Рахман, ангар саласы бойынша эксперт. Бірінші, ангар саласында документация, құжаттарын дұрыстамаса, ол промышленный ИЖС-ға, ЛПХ-да салып атады, ол дұрыс емес. Сондықтан бірінші очередь қазір уақытта именно қаланың шетінде салады ғой, көп склад цехтар. Сондықтан осы нәрсені меңгеріп алыңыз. Екінші, металлоконструкция. Ол двутаврный конструкция дейді, болтовой конструкциямен, либо легкая конструкция. Жеңіл конструкция ол профильный трубалармен. Енді әрине ол арзанырақ шығады. Үшінші, ол бізде сэндвич панель, ол көбінесе пенопластовый заполнение істейді, бірақ пенопласт өте арзан шыққанымен тышқан кеміріп кетеді, дұрыс емес неге. Сондықтан бізде Алматы қаласында ол сэндвич панель 10-ды қолданамыз. Алматы, Чимкент, Тараз, жылы жақтарда. Ал Астана, Қарағанды, су жақтарға, Семей қалаларына о жақтарда 15-тік минваттан қолданамыз. Өйткені ауа райы әр жерде әрқалай. Сондықтан міне осындай сіздерге ақпарат. Егер ангар саласы бойынша ақпарат керек болса, жекеме жаз. Мен сізге көмектесуге дайынмын.